Қазақстанда 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңі енгізілді. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны квази-мемлекеттік сектор және мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, сондай-ақ олардың жұбайлары ұсынады. Шетелде мүлкі бар азаматтар жылжымайтын мүлкін, әуе, теңіз және өзен кемелерін, көлік құралдары мен шоттарындағы сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын ақшасын көрсетеді. Декларациялауға жататындар: тұрғын үй ғимаратындағы үлесі, құнды қағаздар, сандық активтер, инвестициялық алтын, авторлық құқық объектісі, 10 000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі қолындағы ақша, дебиторлық және кредиторлық берешектер, егер оның бірлігі үшін құны 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын басқа да мүлкі. Декларацияны электронды түрде 15 қыркүйекке дейін салық төлеушінің кабинетінде cabinet.sалық.kz немесе электрондық үкімет порталы egov.kz не мобильді